Ғалымдар айтады, Құран тәпсірден келгеннен кейін бір екі нығмет бар дейді да, сол екі нығметті Аллах кімге бұйырса, ол бақытты адам дейді да, өте бақытты адам дейді. Біріншісі, оның әке-шешесі бар дейді, әке-шешесі мұсылман, ол өзінің әке-шесінің ла иляха иллаллах деп айтқан сөзін құлағымен естиді. Ол әке-шесінің дәрет алып жатқанын көзбен көреді, намаз оқығанын көзбен көреді дейді. Осыны көрген адам бақытты дейді да. Субханалла, ондай әке-шешең басыңды ұрып, басыңды жарып жатса да, альхамдулилля деп жүру керексің да. Намаз оқып, тауқид істеп жүрген әке-шешең болатын болса. Бірінші бақыт дейді. Алдыңдағы әке-шешең мұсылман. Екінші бақыт дейді, сен үйленсең, бала шағаң болатын болса, сенің балаң не қызың сенімен бірге томпиып намазға тұрады. Болмаса Құран оқығанын көресің, балаңның Құран оқығанын, балаңның намаз оқығанын көрсең дейді. Бұл екінші бақыт дейді да, субханалла.